Бізде 1,5 метрлік брудер. Размеріміз ұзындығы 1 метр, тереңдігі 50 сантиметр, биіктігі, тереңдігі где-то тоже 50, биіктігі где-то 47 ма, даже 50-ден көбірек болуы мүмкін. Осындай 1,5-да 50 деп есептелінеді. Осы брудеріміз бізде қалыңдығымыз фанера аққайын, 10-дық толщинасы, связа деген фирмадан келеді. Оргстеклосы прозрачный, қазір пленкада тұр. Оргстеклосының пленкасын шешіп жаса, екі жағында прозрачный стекло болады. Оны шешу үшін жоғары қарай көтеріп, астыға алсаңыз, міне шешіледі. Оргстекло тура солай кигізген кезде жоғары қарай беріп барып, астына кигіземіз. Бір қолмен ыңғайсыз. Екіншісі де тура солай. Комплектацияда іші міне ниппельный поилка үшеу жүреді. Мұнында емкость 5 литр беріледі комплектіде. Ана жерде тесігі болады өзінің. Сонымен кіріп, осы ниппель арқылы балапандар ішеді. Және де 2 кормушка килограммовой, және де 2 поилка тағы дополнительно беріледі. Нагревте біздер лампа, я болмаса керамический заказ берсеңіздер болады. Освещение тұрады. Осының бәрі контроллер 3002 деген контроль жасайды. Температура керекті қоясыздар. Және де диммер жүреді жұмыс істеп. Освещениеға мынау розеткамыз келесі брудерді бір-біріне запитать ету үшін. Наружный кормушкамыз сыртынан корм саласыз жемді, ішінен алынады, жейді. Яғни мына жерде сеткасы болады, балапандар шығып кетпес үшін. 2 поддоны болады, раздельный, мына сияқты. Қазір мына жерде көрінбейді, міне осы. 2 раздельный поддоны болады, толщинасы 0,7 мм, отсековка. Биіктігі 3 сантиметрдей борттарының. Осындай міне кормушкамен, бұл 1,5 метрлік брудер кормушкамен. Бұның тура комплектацияда 5 кормушкалары да бар. Кормушкасыз, оның бағасы сәл арзанырақ. Осындай брудерлар.